Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Ардактуу мусулман коому, баракаллаху фикум. Мына бир турба кийипки, турбаны шеңберлеп ийетин станокко азгынтай обзор жасап жиберейик. Калай жасалган. Мына роликтер эки шетинде роликти астында домкратпен көтөрөт экен. Корпус болса, соған штангысы бар кіленген. Сол штаңы 4-1, 2, 3, 4. Мына арасынан, астынан домкратпен көтерген кезде, мына екеуі көтеріліп, профильді сығып қысады. Мынаны айналдыру арқылы профиль турбалар шеңберленеді. Осындай жүйемен істелген. Қарапайым кәдімгі. Ағапталынан да түсірейін. Түсінікті болу үшін. Домкрат. Мына жаңа 4 іштерді ұстап тұрушы сатты. Соны көтеріп тұрушы нәрсе. Мына 2 вал 4 штанга арқылы көтеріліп, мынаған сығылады. Валдардың арасында ойып кескен екен. Профиль турба ой-былай жылжып кетпесі үшін осындай жүйе. Мынаның арасында подшипник болу керек. Подшипниктің сыртына осындай корпус жонылған. Олардың бәрі токарный станоктардан өткен. Осындай жүйемен жасаса да болады екен. Түсініп отқаныңыздай, мына көтеріледі. Көтерілген кезде мына 4 штанга, 1, 2, 3, 4 штанга мына валдарды көтеріп, мынаған сығылады. Мынау негізгі корпусына дәнекерленген.